Вот ходит. Эй, çok koy. Çok Zaten kumağın dersiniz. Kaç tumağın? Burası kumağın. Başına. Son ne gidiyor? Qaysi tumağın bileyim mi orası? Овцы вернулись из пастбища. Это вчерашний ягнен. Ну, шешесі емес қалай, шешесі емес неміп тұр. Ой, шешесі таба алмай тұр ғой. Қайда кетті? Өтті, да? Зүйір қоңыр қойлар суманда қанау. Сумаған болды, шаш. А, тапқан жоқ па? А, мынау емес пе шешесі? Осы емес пе? Типті ана ішінде төлі бар ғой. Давай, мына шықты. Ой, ол ең бөлектеп айтып жа. Жа, осы шабысыз төлі ширақ па. Даладан тоймай келетін болып тұр ғой. Байтыр. Осы ғой да? Мынау ғой да? Шара бере, шар. А, я, шар бере. Ей. Ешпен шығарма. Ей. Емнер. Мынау шы. Шығар, қошқар. А, қошқар ма анау? Вот дейсің, тоқ қошқар. Көтендері бір үстіне қошқарларын жаман арық екен. Болды, қалған шығарма, тоққа жібереміз. Мына қойды шығарма. Ішінде қайда батсына, пандаши. Ой. Қазына екен бағы. Сына қара ішін айдай ғой. Лағы бар, қара ішін айдай. Қайда мұны ішін? Мұны ішін айда. Бар, қорықпа шеш. Ой, ана қошқар кетті. Не кіріп жіберді оны енді? Шығар жібер енді. Сол қошқардың артында қалма. Ей, басынан шықпа шеш. Ой. Ана қой. Чек бар. Чек орынға кір. Шығармадан кіргізбе. Болды. Нейім, ұйықтама шеш, ұйықтама, қарап түшеш сен. Мына екі қойын. Не, алып тұр ғой. Қоңырды ма? Алып тұр ғой, қозының өзі тұртын екіп тағылмай қалмаса. Екі егізлақ. Бір лақ. Мынау аяқ ұзын емес қой, екеуін бірде ғой. Қаралақ сені жейм дейді. Тойды қаралақ өже. Қаралақ өже той бат дейм. Жалқы болған рақат өс дейк. Мына екеу ем әлмей жүр ғой. Ол шешелер дұрыс емізбейді. Қазір дұрыс. Қытығы басылмай жүр ме екен? А, көзіне шөп кіріп кетті қасқаның. Көзіне шөп кіріп кетті қасқаның дейм. Қайсы? Ешкі ғана шөп жей алмай жүр. Аяғыменен дейт тұрна тартып келеді. Ана шөп қашып кете береді ғой. Адам құлап жейін десе. Қошаққанның шөбін жеген қандай бады екен. Былай тұрсын орасы, түсір отыр ғой. Кім жемейді? Жердегі шөп жинауыш, жердегі шөп жинауы сыртымен ақтап жүрші. Сыртынан жеп қояды. Иә, солардың бәрін жинау бар. Қолмен жинау ал қой, қолмен жинау ал түгел. Аз ғана сыртқа шығарып тұр сыртқа. Ана қойларға беріп қой. Ана сырттағы қойларға беріп қой бар. Апап берем. Аша қой, үйіп шығып кетсін.
апарып бер ана қойлар жетіп қалғаннан. Қорықпа қойдан. Bir. Ha? Tamam. İstiyorsun. Ой, ана ішіне тұстамадың ба лучше? Ана енді анадан деген. Жаңа іштен тағы да барып алып келер. Ой, жебір мал. Соның бәрін тер жердегі шөптің. Бәрін тер бар. Соны бүрген деш. Көрсек сен жастыш қойлардың астына. Жеп қойды онда. Кім қалдырмай жеп қойып қойды. Жалқылақта тойдым да, егізлақта тоймай жүр. Анау жатып алды ғана. Ол кішкеге дейін тұрып Тасап келетін болып тұрғаны жер ауыр ғой қазір. тұрып қайттан емдеп. Сол жерге тастай беріңдер басқа жерге. Басқа жерге тастаңдар кәне бірін-бірін итерер ғой. Кішкеге дейін тұрып қайттан емдеп тұрсын ғой. Аты ана бөлмейміз ғой айтты. Ана қойды көп болса не бармайды. Ой, таба алмай қалады. Мынаған жауыз, мынаған жауыз. Мына ешкіні қорламай шешіп тастасын. Талғажу дейді ғой, талғажу. Осындай талғажумен де қой деген негізі жанын сақтайды. Қой. Мына ағаштан жаман сонша кеткен. Қойды ойып тастау керек. Мына бейбіттің жұмыс істегенін қараңдар. Шатасып кетті шешесінен. Есікті жіберме ана, есіктен шығып кеткен. Ақтеке, мында ғой сен шешең. Енең анда ғой. Басы. Енең шөптің артынан қойды. Енесі шөбін шешіп шықсын жа. Шөбін шешіп берейік. Вообще жоғарға теңізей қойады дейді. Мына тойда деймін, ана. Бірінші шығып кетті оғана. Бірінші шығып кеткен бөлі. Шығып кетті де біраз ем қойды. Чуку. Шөде деп па? Лақтып жағып. Тиме ана үстіне лақтып жағып. Ана қойға лақтып жағып. Түгел лақтып салды. Түгел алды лақтып жағып. Айырыңын бүйтіп алды ма? Мүзеді ал, мүзеді. Ана жерін бәрін ал шеш. Молодец, сен солай апарды сыртқа лақтып жағып. Ана сыртына лақтып жағып. Забыл. Аулан сыртына. Ашпай-ақ қой, үстіне асыр лақтып жейді ғой сол жерін. Лақтыр алсын. Ой, кішкентай ғой. Былайша айырыңды ал басына көздерін өріп кетер ғой. Айырдың басын сөйтіп төмен түсті. Екеуіне өп қойды. Яғынан шешесін шығаршы екеуін шөбін жесін. Мына шөп жегісі кеп кірген не ішке. Тақтақ мә. Деген жау. Жесін. Екі лақтымды қайдап көрсеш. Мына оны қошаққан алмай жүрмен деді де жүні. Артынан қошақан той болып тұр ғой. Вот это вчерашний ягненок. Кеше қошақан, кеше туған қошақан. Ұрғашы да мына да? Ұрғашы ғой. Енді? Айыланды енді. Вот қой шаруашылығы деген осы. Көп етіп асырамасың. Аса көп пайдалы емес, бірақ шығыны да жоқ. Почти. Егер жоспарлап қозыны туғызсаң, қозы 100% аман қалады деп айтуға болады Еділбайдан. Соңғы уақыттарда бір қозыларда мындай бір кесел пайда болған міне. Не екен бір лақпен бір қозының аяғы осындай ұзын. Қошақан ширақ ойнақтап тұр, бірақ бір аяғынан ұзын. Ол енді іште былайша жатырда жатқан кезде
күйді ме екен, қысылды ме екен әйтеуір. Өзі даму процесі кезінде. теріс туды ғой. Қайсы? Сол қозы. Мына қозы еще теріс туған. Оны сол ішінде жатқан кезінде деген біреу түйген бірден еткен болып тұр ғой, айтпайды ма? Лақта сондай. Бір лақпен бір қозы осындай. Былтырда анда күндерге беріп жүрген қойдан сондай бір нағыт. Негізі бір мұқияттап бақылап қарау керек. Ішінде бір түйетін бір сүзеген бір бәлекет болып тұр іштерінде. Теке бар. Сондай бір бәлекет болып тұр. Сәлешкелер бар. Солардан келіп тұрған нәрсе енді. Мүйіз сәлешкелер кішкене. Төл жетіліп жатқан кезде түйіп тұр ғой. Өлмей туып тұрғанның өзі бұлардың мықтылығының дәлелі. Негізінде төл ішінде өліп қалып, анау искусственный қойлар дейміз ғой, породистый интенсивті жолменен дамытатын продуктивный қойлар дейді ғой, өнімі көп қойлар. Олардың төлдері бүйтіп туады деп ойламаймын. Қой бірге өліп қалатын шығар. Или адамдар операция жасап бүйтіп аман алып қалмаса. Бұл Еділбай деген жаны сірі қой ғой. Азық түлік тапшы болса да өлмеудің амалын табады. Ана лақ шығып кетті. Екеуі сақы бірінші тұрып тұрған. Қайсысы? Тоқтысында туған жоқ па не болар? Тоқтысында былтыр. Былтыр туды. Былтыр айтпақшы қыс қатты болды былтыр. Былтыр тоқтының қозысының бәрі өліп қалды. Ақсыз туды. Ақсыз туып қойдың бәрі қиналды. Биыл енді наурызға есептеп, сәуірге есептеп алған соң содан да ғой тісе деген. Биыл да қыстап жұмсақ болған жоқ қой. Биыл былтырмен салыстырғанда жақсы болды. Ерте бітті ғой, сол да жақсы. Былтыр қыс деген сәуірге дейін созылды ғой былтыр. Сен соның да кесірі ғой. Былтыр қыс жер аяғы кеңмей. Берші ана шам байланып шөңді. Сыртқа шыққан қойлардан қаштырылды. Қатты қашпа, жайлап қош. Берші ана, жайлап қош, жайлап жүресің, өздері артынан жұлып жейді. Мынау қазақтың амалы бұл деген. Кезінде шөп жоқ уақытта қойдың арасына естіп шөпті байлап алып жүреді, үлкен ет байлайды. Содан, берші анаған жылап қой. Соның идеясы ғой. Ана шелекті ал сен орас. Үйтпе, жіберіп қой, жіберіп қойды, алыстан сүйре жіпті. Сүйрей бер, өздері жыл ат, соны талға жоғылады. Бұрын шөп жоқ кезде мен қыста өйстіп шөп жегізесің. Соны жылған шөпті талға жоғылып, өзінің құйрығын жеп, қой деген. Қыстан аман қалуға мүмкіндік алады. Айналып жүре берші. Жүре бер сен. Қазір қошалып қалды. Сосын қорқады. Тарт. Жапсырмасын мынау сені. Шыны кеп тұрған сияқты ғой. Жоқ қорқады екен.